Ішкі істер министрлігінде кеңейтілген алқа отырысы өткізілді. Жиында өткен жылдың жұмыс қорытындысы қаралып, алдағы уақытта атқарылатын міндеттер айқындалды. Әр салада жеткен жетістіктер аталып өтіліп, кеткен кемшіліктер сараланды. Жыл бойы қызметкерлердің әлеуметтік құқықтық қамтамасыз ету мәселесіне көңіл бөлінді. Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаев кадр мәселесіне тоқталды. Оның айтуынша жалпы ел полициясындағы моральдық психологиялық ахуал тұрақты. Былтырғы өзгерістер дәлірек айтқанда қағазбастылықтан арылу, процестерді оңтайландыру, жалақының өсуі мен басқа да шаралардың арқасында полицияға жұмысқа келгісі келетіндердің саны 42%-ға, қызметке қайта қабылданғандардың саны 75%-ға жеткен. Одной из актуальных проблем в настоящее время является мошенничество, наносящее колоссальный ущерб гражданам Казахстана. Ержан Саденов полицияның жедел іздестіру қызметі туралы хабарлады. Кісі өлтіру, ұрлық, мал ұрлығы, тонау сияқты жекелеген қылмыстарға тоқталып өтті. Ерекше назар аударуды қажет ететін алаяқтық қылмысы екеніне де назар аударды. Мәселен, өткен жылы елімізде 22.369 алаяқтық дерегі, одан бөлек 20.444 интернет алаяқтық тіркелген. Бұл ретте ол әріптестерін профилактикалық жұмыстарды күшейтуге шақырды. Основными показателями работы следствия являются направляемость дел в суд, обеспечение качества расследований, соблюдение конституционных прав граждан, согласование и утверждение принятых решений прокурорами. Тергеу саласы бойынша сөз сөйлеген Қайрат Сөнтаевтың айтуынша, былтыр 91% іс электронды форматта тергелген. Тергеу мерзімдерін бұзу көрсеткіш төмендеген. 2022 жылы дәл осы сала бойынша 744 азамат министрлікте қабылдауда болған. Оның ішінде 603 адамды тергеу департаментінің басшылығы қабылдаған. Қоғамдық қауіпсіздікке қатысты. Жыл қорытындысы бойынша елімізде қоғамдық орында жасалатын қылмыс 0,3%-ға төмендеді. Сондай-ақ көшелердің қылмыстар 4%-ға азайды. Игорь Лепеха патрульдік полиция қызметкерлері тарапынан кеткен қателіктер туралы сөз сөйледі. Сондай-ақ елдегі жол қауіпсіздігі мен тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесіне ерекше назар аудару керек екенін айтты. Цифрландыру бойынша атқарылған жұмыстардың арқасында халықпен байланыс ықшамдалды. Қылмысқа қарсы күрес және оның алдын алу деңгейі жоғарылауда. Мемлекеттік қызмет алу үшін әкімшілік және сыбайлас жемқорлық дәрежелері төмендеді. Сәкен Сәрсенов цифрландыру жұмыстары қандай деңгейде екендігі бойынша ақпарат берді. Осы орайда ол заманауи технологиялардың мүмкіндіктерін толық пайдаланып, азаматтарға жылдам әрі шынайы ақпарат беру жұмысын қарқынды жалғастыру керектігін атап өтті. Бүкіл цифровизация все должно здесь в Астане работать. Үлгі болу керек басқа жерге. Снизилась преступность на 50%. Вот я думаю, цифровизация, видеоконтроль и общая профилактика. Ну и самосознание граждан. Алматы қаласы жай қала емес, өткен жұмада үлкен жұмыс атқарылды. Мынау президенттің сайлау кезінде бір заң бұзушылық болған жоқ. Бар деп айтуымыз керек. Положительные стороны в деятельности департамента полиции города Алматы я вижу. Адамда талап болса, ниет болса, өзгергісі келсе, өзгертем десе жасайды бәрін. Сондай мен ынтамен жұмыс істеу керек. Алқа отырысында министр Марат Ахметжанов өңір басшыларымен сөйлесіп, оларға әрбір қызмет бойынша нақты тапсырмалар берді.